Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға облыс тынысы жобасының кезекті шығарылымын ұсынады. Қостанай таңы газетінің 2025 жылғы 17 қазанындағы 113 нөмірінде Ершов үлгілі ауыл атанды атты мақаласы жарық көрді. Ұзынкөл ауданына қарасты Ершов ауылдық округі аудандық үлгілі ауыл байқауында жеңіске жетіп, арнайы грант ұтып алды. Бұл байқау Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің бастамасымен және Таза Қазақстан экологиялық акциясы шеңберінде өтті. Бастаманың негізгі мақсаты ауылдық елді мекендердің әлеуметтік, инфрақұрылымдық және экологиялық дамуын ынталандыру, тұрғындардың азаматтық белсенділігін арттыру, сондай-ақ экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Осы талаптар тұрғысынан жоғары нәтиже көрсеткен Ершов ауылы үздік деп танылып, аудан әкімдігі тарапынан берілетін арнайы грантқа ие болды. Бұл қаржы ауылда әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асыруға бағытталмақ. Атап айтқанда, балалар және спорт алаңдарын салу, көгалдандыру, абаттандыру, жол жөндеу сынды бастамалар қолға алынбақ. Сонымен қатар, ауылдың дамуына ерекше үлес қосып жүрген азаматтардың бірі Ершовская 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Сәбит Ағайдаров. Оның демеушілігімен соңғы жылдары ауылда бірқатар ірі жобалар жүзеге асты. Жаңадан мәдениет үйі, фельдшерлік акушеркілік пункт, балалар ойын алаңы, футбол алаңы, демалыс саябағы және сырғанақ салынды. Ауылдың игілігі үшін жан аямай еңбек етіп жүрген өзге де азаматтар аз емес. Олардың қатарында ауыл шаруашылығы құрылымдарының жетекшілері Ахметхан Ержанов пен Геннадий Горбатенков секілді елжанды кәсіпкерлер де бар. Олар да ауылдың көркеюіне, әлеуметтік мәселелердің шешілуіне тұрақты түрде үлестерін қосып келеді. Ұзынкөл ауданы әкімінің аппараты басшысы Нұрсұлтан Әбілқайыров Ершов ауылының белсенділігін ерекше атап өтті. Бұл байқаудың басты мақсаты ауылдық аумақтарды дамыту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және халықтың өмір сүру сапасын арттыру болды. Ершов ауылы осы талаптардың барлығына сай келіп, лайықты түрде жеңіске жетті, деді ол.